Ғылымда пәндердің түрі өте көп. Адамзат арасынан шыққан данышпандар да сансыз көп. Ғылым түрлері ертеден бар. Олардың бізге жетіп келмеген білімнің түрлері де, бізге жетіп келген ғылымның түрі де өте көп. Мысалы, парсылар дамытқан ғылымы қандай еді? Халдейлер, сириялықтар, бабылдықтардың ғылымдары, ғылыми істері мен нәтижелері қайда? Қыбытилер мен олардың арғы аталары тұтынған ғылымдары қайда? Бізге тек бір ғана грек ғылымдары жетіп келген. Себебі ол ғылымдарды халифа Маймунның күш-қуаты арқылы аударма жасалып бізге жетті. Бұл оқиға ғылым саласындағы аса сәтті қазына саналады. Оның атқаратын қызметі мен аударма жұмыстары үшін өте көп қаражат жұмсалды. Алайда өзге халықтардың пәндері болса бізге толық жетіп келмеді. Бұл пән әрі қалай түсінуге, әрі ақиқат үшін өзіне тиесілі ерекшеліктері бар ғылым болуды талап етеді. Алайда философтардың пәндерге көңіл бөлуі тек ғылымның жемісіне қарай бағытталған. Біз баяндайтын тарих пәнінің жемісі оқиғаның рас не жалған болуынан ғибрат. Бұл көпшілік қауым үшін оншалықты үлкен маңызға ие емес. Сол себепті кейбір ғалымдар бұл тақырыптарды айналып өткен болуы мүмкін. Осы пәннің мәселесі басқа пәндер шеңберінде, өзге пәнге тән дәлелдер арқылы кездейсоқ үйренілген болса да, олар бізбен пікірталас жасайтын тақырыптары мен зерттеу нысаны бірдей. Мәселен, пайғамбарлықтың дәлелдері жайындағы деректер аясында ғалымдар мен философтар арасында өзгешіліктер бар. Мысалы, кейбірі пайғамбарлықтың маңызы жайлы адамдар өмір сүру барысында бір-біріне жәрдем беруі, олар арасында дауларды шешуі, қоғамдық тәртіпті сақтаушы тұлғаларға деген қажеттіліктің болуы сияқты себептерді келтіруі мүмкін. Немесе усул фиқх пәнінде тілдің зәрулілігі жайлы бапта адамдар өз мақсатына жету үшін құралдарға мұқтаж, олардың табиғатында қоғамға бейімділік бұл ең жеңіл өлшем екендігін айтады. Фақихтер шариғи үкімдердің себептерін келтіріп, үкімдердің мақсатына тоқталып өтеді. Мысалы, ойнастық нәсіл тізбегін бұзып, адамзаттың түр сипатын жоқ етеді. Кісі өлтіруде адамның өмірін жоюды, зұлымдық болса қоғамның быт-шытын шығарады. Осы қылмыстар нәтижеде адамзат қоғамының түр сипатын жоқ етуге алып келеді. Сондықтан да фиқхтағы қағидалардың баршасы қоғам тұрақтылығын сақтап қалу үшін маңызды саналады. Ал хакімдер оларға біршама қарсылықты пікір айтса да, кейбір мәселелердің маңызын толық айшықтап көрсетіп бермеген. Масюди келтірген хикаяда Мубазам Бахрам ибн Бахрамға былай дейді: «Ей патша, патшалық құрметі тек қана шариғат пен Аллаға идағат мойынсынуда үздіксіз болу, оның бұйрықтары мен тыйымдарын сәйкестендіру арқылы билік бекем болады. Шариғатта тек патшалық арқылы сақталады. Патшалық болса тек адамдар арқылы ғана құрметті болады. Ал адамдар болса тек мал-мүліктің көмегімен ғана өмір сүреді. Мал-мүлік ол тек елдің жердің гүлденуі арқылы еселенеді. Жерлердің абаттануы мен гүлденуі болса тек әділет арқылы жүзеге асады. Әділет ол адамдар арасында орнатылған таразы. Оны Алла орнатып, оған қадағалаушы тағайындады. Бұл қадағалаушы болса билік иесі. Анушируанда соған ұқсас сөз айтқан, ол патшалық әскер арқылы сақталады. Әскер болса қаржымен, қаржы болса салықтар арқылы, салықтар елдің гүлденуі арқылы, елдің гүлденуі әділетпен, әділет болса мансап иелерінің реформалары арқылы жүзеге асады. Мансап иелерінің реформасы уәзірлердің адалдығы арқылы жүзеге асады. Бұлардың барлығы бірінші билеушінің азаматтардың жағдайын бақылауы және оларды тәрбиелей алу қабілетіне байланысты, оларға емес, олар билікке бойсынсын деген.
Хакім Аристотель айтты деп танылып кең тараған саясат кітабында да біздің талқылап жатқан тақырыпқа сәйкес көптеген пікірлер бар. Алайда бұл тақырып егжей-тегжейлі ашып көрсетілмеген. Әрі бұл сөздің хакім Аристотельге тиесілі екендігіне нақты дәлелдер келтірмеген. Оның үстіне бұл пікір басқа тақырыптармен араласып кетіп жүйесі жеткен. Осы саясат кітабында автор Мубазан мен Анушируан келтірген жалпылама пікірлерге ұқсас идеяларды атап өтеді. Ол идеялар өз дәуіріне тән баяндалған. Аристотель былай дейді: әлем ол бір бақша, оның ауласы билік, билік бұл өкімет, ол өмірлік әдеп мінезге баулиды. Әдеп мінез бұл билеушісі тарапынан басқарылатын саясат. Билеуші бұл әскерлерге сүйенген қуатты құрылым. Әскер бұл қаржылық қолдаумен сақталған күш. Қаржылық қолдау бұл халықтан жиналатын салық. Халықтың табысы әділетпен қорғалатын қызмет. Әділет болса барша адамдарға белгілі нәрсе, ол арқылы әлем дамиды. Ал әлем болса, ол бақша деп әрі қарай басынан қайта айтылып қайталана береді. Бұл 8 нәрсе саясаттың негізгі хикметі. Бұлар бір-бірімен байланыста болып, әрбірі кейінгісіне алып келеді. Бұл сөздер басталуы мен аяқталуы болмаған бір шеңбер сияқты орналасқан. Автор болса бұл пікірді ойлап тапқанына мақтанатындай, сөздердің мағынасы мен мәніне басымдық берген. Біз айтқан билік пен өкімет жайындағы баптарымызда арнайы үйреніп, оған жеткілікті мән берсеңіз, бұл бап өзі де осы сөздің толық, егжей-тегжейлі қамтып тұрғанын көресіз. Біз бұл баптарды жазуда Алладан жәрдем тілеп, Аристотельдің сабақтарына, Мубазанның сөздеріне ердік. Ибнул Мухаффайтың саясат тақырыбындағы трактаттарында баяндалған жорамал пайымдаулары да біздің еңбегіміздегі көптеген мысалдармен үндес, тек ол өз пайымдауларын біз сияқты дәлелдер арқылы негіздемеген. Ол оқырмандарға кемел сөздер мен қысқа нұсқа пікірлер білдіріп қана қоя салған. Қазы Әбу Бәкір Туртуши де өзінің Китабул Сираджул Мүлк атты кітабында осыған ұқсас пікірлерді ұсынған. Ол өзінің еңбегін біз секілді баптар мен мысалдар келтіріп жүйелеген. Алайда тақырыптар мазмұны нысанаға дәл тимей, ізгі ниетін жүзеге асыра алмаған. Ол да мәселелерді толық ашып көрсетпеген, қажетті мәселелерді дәлелдеп бере алмаған. Ол мәселені талдау үшін арнайы бап ашып, кіріскенімен көптеген хикаялар мен риуаяттарды тексермей, парсы данышпаны Бузруж Мехр мен Мубазанның сөздерін, үнді данышпандарының хикметтерін, сондай-ақ Даниял алейхиссалам, Хермес тағы басқа ұлы тұлғалардың әңгімелерін келтіріп өткен. Алайда бұл сөздердің қаншалықты сенімді екендігін тексермеген, мәселені дәлелдер аясында түсіндіріп бермеген. Бұл еңбек көбіне танымдық мақсатқа бағытталған тақырыптарға ұқсап, тек риуаяттар жинағы болып қалған. Бұл еңбек өз мақсатына жете алмаған кісіге ұқсайды. Кітапта қайта-қайта көтерілген тақырыптарда толық қамтылмай қалған. Біз Алланың илхамымен шабыттанып, ғылымның ақиқатын табандылықпен баяндадық. Егер мен бұл ғылымның тақырыптарын толық етіп, оны басқа салалардан өзіне тән ерекшеліктері мен өзгешелігін көрсете алған болсам, онда бұл тек Алла тағаланың тауфиқы, рахымы әрі хидаяты саналады. Ал егер бір нүктені дұрыс жеткізе алмасам, немесе оның орнына басқасын қолданған болсам, бұл қателерді түзету міндетін өткір ойлы сыншыларға қалдырдым. Алайда бұл жолды ашып, мәселені көрсетіп кеткенім үшін бұл істің ізгілігі, сауабы маған тиесілі болады. Алла ісімізді оңғарсын. Әмин.